Маньякка айналып кеткен Винни Пухымыздың екіншісін көруге дайынсыздар ма? Бірінші бөлімі қатты ұнады сіздерге, қинап күттірмейінше дедім да. Сәлем, сіздермен Диана Кю, есі ауысқан Винни Пухтың не бүлдіріп жүргенін дальше көрейік онда. Если что, айта салайын, мынау бірінші бөлім. Көрмегендер болса көріп алыңыздар, а то не боп жатыр өзі деп түсінбей қаласыздар. Бірінші бөлім Кристофердің қашып кеткенінен, ал Винни Пух қызды өлтіріп қалып кеткенінен аяқталып еді. Әрине, уже сол кезде білініп тұр еді ғой, екінші бөлімі бар екенінше. Бұл жолы тағы да историядан басталады. Орманда біраз адамдар өлген соң бәрі қорқып қалды. Бірақ ешқайсысы оны істеп жүрген жануарлар екеніне сенбеді. Нағыз маньяк Кристофердің өзі деп ойлады. Типа аюдың киімін киіп алып орманда адамдарды өлтіріп жүр деп ойлады. Бірақ соған қарамай орманда жануар маньяктардың бар екеніне де көбісі сенді. Бүкіл орманды жағып тастап, барлық жануарларды өлтіріп тастайды ғой адамдар. Ал Кристофер болса оқуын бітіріп, врач болып ауылына жұмысқа тұрып алады. Бірақ Кристоф та Винниге өкпелеп қалды. Винни Пух болса Кристофқа ренжіп қалып қойды. Екеуінің де мақсаты бір-бірінен өш алу. Мальчик и его Мишка не оставят свою игру. Ал мына қыздар өздері орманға типа аруақтарды шақырамыз, ритуал жасаймыз деп келген қыздар екен. Дайте знак, хоть какой. Вас сюда не звали. Қыздар есіктен біреу кіре ма деп қорқып тұрғанда, наоборот терезе жақтан пышақ па бірдеңе тығып алса бола ма? Винни Пух қой сол бүлдіріп отырған. Машинаны ақыры құлатып, ал қызы болса қашып кетеді. Ал ішінде бір қыз қалып кеткен еді, байғұс жанып, өртеніп өледі олда. Ал мына жақта қашып бара жатқан қызды ұстап алып, Винни өзімен сүйреп әкетіп жатыр. Бірінші бүкіл денесін сындырып алып, кейін басын аямай, түсіндіңіздер ғой не істегенін. Ал мында болса жанып төге қалмаған қыз үйтіп тірі қалып, суға түсіп кейін шығып жатқаны сол еді. Үкі оның да быт-шытын шығарады. Болды, бұл ужас бітті. Пока что. Кристофер психологтың алдында отыр. Винни Пух менің досым еді, қазір өзгеріп кетті, ойбай деп айтып отыр. Мына қызды есте сақтап қалыңыздар. Кристофердің артынан қалмай жүрген, оны жақсы көретін қыз. Орманда жанып кеткен қыздардың машинасын полиция тауып алады да. Боже правый. Доложи. Кейін оларды ұстау керек деп қолдарына қару алып орманға шығады. Мы отсюда не уйдем, пока эти твари не ответят свою дочку. Оны үкі көреді да сразу Винни Пухқа барады. Өлә, күннен күнге көп адам бізді іздеп жүр, не істейміз, әйтпесе ұсталамыз ғой деп айтады. Ал Винни болса бәрінің быт-шытын шығарамыз дейді. Или же смиримся и примем смерть. Мыналар әлі жүр, түнде охота жасап, күндіз шықсай күндіз. Обязательно ужас кинода барлығы түнде болу керек, ну конечно. Оларды Пятачок ұстап алады. Реально свин. Ты видал такое? Кристо не... Пятачокқа оқ атқаны сол еді, артынан Винни Пух салып қалып есінен айырады. Сөйтіп біліп тұрсыздар ғой, Винни бәрін өлтіріп тастайды. Мұнда әкесі мен баласы орманға келіп, түрлі құстарды қарап мәз болып отыр еді. Бірақ басқа құсты көріп қалады. Сөйтіп папасын әкетіп қалады да, ал баласы бір өзі қалып қояды. Міне папасын бөліктерге бөліп суға тастап жатыр. Мыналар қуып кетпеді ма өзі? Басында қарын ашқан соң адамдарды жеп бастады деп бізге түсіндіріп еді. Енді әшейін өлтіре бере ма? Не болып кетті? Кристоферіміз тағы да психологтың алдында отырып гипнозға кетеді ғой. Түсінде кішкентай кезін көреді. Жақсы, добрый Винни Пухпен дос болып едім. Алайда оның әрдайым қанішер болған байқамаппын ғой, Құдай-ай деп айтады. Полициялықтар болса әлі Винни Пухтарды іздеп жүр. Солай бір үңгірді тауып алады. Ішінде адамның сүйектері толып жатыр. Ал мына есікке кірсе өлген адамдар ілініп тұрған екен. Мужики, валим отсюда. Ну, попробуй. Болды, полицияларың өлді бәрі. Кристофер түнде жаман түс көріп оянса, үйіне басқа полициялар келген екен. Ормандағы өлген адамдарды сен аюдың киімін киіп ал өлтіріп жүрген жоқсың ба деп сұрауға келіпті. Енді Винни Пухтар тек орманда ғана емес, даже біреудің үйіне барып та қыра беретінді шығарыпты ғой. Шомылып жатқан осы еркекке келеді, кухняға кірсе біреудің еті жатыр екен. Ал кейін не боватыр деп сыртқа шыққаны сол еді.
бірінші үстіне құсып кейін шпақ деп тырнағын тығып пішті олады. В общем, енді зор қызықты айтып берейін. Мына ерке Кристоферға бәрін айтып береді ғой. Винни-Пух бәрі қалай пайда болғанын ше, сіздер де тыңдаңыздар. Бұрын балаларды ұрлап жүрген кісі болыпты. Ұрлап үйіне әкеліп эксперимент жасаған ғой. Жануарлар мен сол балаларды араластырған екен. Адам жануар қылған ғой. В общем, кішкентай балалардың бычысын шығарған эксперимент жасап, бірақ уақыт өте келе олардың адам өлтіргіш маньяк болып келе жатқанын көріп, өзі де қорқып кетіп, барлығын жердің астына көміп тастапты. Алайда ана жануарға айналған балалар жердің астынан қазып шығып тірі қалған ғой. Болды, наконец бәрін айттым деп мына шал өз-өзін пішті ұғып жібере салады. Винни болса Кристофердің артынан жүгіріп жүрген қыздың үйін тауып алады. Қашып сыртқа шықса полиция тұр екен. Үйге аю кіріп бізді өлтірмекші болды десе, аналар сенбейді ғой. Мақыл тексеріп көрейінші ал деп қыз полиция ішке кіріп еді. Сразу оны Винни ұстап алады. Болды, бұл қыз да әшейін өліп қала салады. Істерін істеп болған соң, енді Винни-Пух Кристофердің үйінің өзіне барады. Мамасы қараңғыда посуда жуып тұр екен. Тоба, светі өшіп қалған ба? Немене? Неге бәрі қараңғыда болады? Артынан Винни кеп тұр, ал оны мамаша байқап та тұрған жоқ. Господи, ты угробить меня удумал. Дәл сол пышақтармен Винни әйелді де аямай о дүниеге аттандырып тастайды. Папасы не боватыр мұнда деп барса, оны да Винни пық қылады. Сөйтіп үйде тек кішкентай қызы ғана қалып қояды. Ары қарай не болғанын көрсетпей, Кристофердің үйге келгенін көреміз. Мама, папа, ойбай-ай деп жылап болған соң, өлә мен қарындасым бар еді ғой деп іздеуге шығып кетеді. Винни бәрі мына жастар билеп құтырып жатқан жерге келеді. Дискотека ғой, в общем. Сразу көп адамды өлтіріп алатын болдық дейді ғой. Сомен нағыз хаос басталды. Басқалар қашумен әуре, ал Винни-Пухтар өлтірумен әуре. Сыртқа шығып үлгергендер қашып жатса, алдынан Виннидің өзі шығып қалады да уже 4 аяқтап қуалайды. Винниден бөлек ойынға жолбарыс та кіреді. Ешкімді аямайды, енді қоя беріңіздер. Ал Кристофер болса, ең соңында бәрі қырылып қалған соң барып келеді. Подвалда болса, Винни әлі жүр барлық жақты қиратып. Мыналарың ойын қып жіберді ма? Не бәле болып кетті? Кристофер ақыры оларды кездестіреді. Здравствуй, Кристофер. Винни біреуін пешке тығып өлтіріп, басқасын қолына таяқ алып өлтіріп. Ақыры Кристоф пен Винни жолығады. Екеуі ары жүріп, бері жүріп, ары қашып, бері қашып жүріп, жаңа айтып едім ғой, олар көмілген жерінен жерді қазып қайттан шыққан деп. Тура сол жерді көріп қалады ғой Винни. Кейін ойланып, тоқтап қалады. Это чудовищно. Но сестренка ни в чем не виновата. Қумай деп бұғындырып өлтірейін деп тұрғанда, ана қыз көмекке келіп қалады. Ал жігіт қолына балта алады да Виннидің басын шауып алады. Все это время он был у нас под носом. Это уже давно не твой брат. Кристофтың қарындасын болса, Винни әлі өлтірмеген екен, тірі қалыпты. Жаны ашыған ба бірдеңе ғой. Ал үкімен жолбарыс қашып кеткен, типа осымен біткен еді. Алайда Виннидің тірі қалып, еще қалай әсел арқылы соны басына жағып, басын өсіріп жатқанын көрсек болады. Болды, осымен екінші бөлім бітті. Шыны керек, әлі іздеп көрмедім, үшінші бөлімі бар ма, жоқ па ше. Егер сіздерге прям қызық болып атса, осы видеоға көп лайк басып, комментарий жазып, просмотрды көбейтіп жатсаңыздар, онда әрине сіздер үшін үшінші бөлімі бар болса саламын. Жоқ болса, дәл осы ужас киноны шығарған автордың Питер Пен жайлы ужас киносы, Елка жайлы ужас киносы, өңше мандай атақты мультиктер бар емес па? Сондайлар жайлы ужас кинолар, хоррор кинолар шығарумен айналысады екен. Тек Винни-Пух қана емес, қаншама мультиктері бар. Егер сіздерге осы формат ұнап жатса, онда соларға да обзор жасайтын боламын. Зачем сіздерге іздеп жүріп тұрсыз ба? Просто 10 минутта осылай қысқаша көре саласыздар и все, барлығын подробно сіздерге керек жерлерін айтып беремін. Так, видеоға лайк басамыз, әрине комментарий жазамыз, каналға тіркелеміз. Ал сіздермен болған Диана Q. Келесі роликте кездескенше.